Ал 1932 жылы Қырғызстанның главный секретарь, ол кезде президент солай болған. Приказ, Кремльден келген приказ, бүкіл өзбектерге шекараны ашпаңдар деді, көмектеспеңдер деді. Қырғыздарға да сондай приказ келді Кремльден. Шекараны ашып, көмектесуші болмаңдар деп. Сонда қырғын, мыңдаған адамдар, қазақтар өліп жатқан аштан. Сол кезде Жүсіп Абдрахманов деген кісі, первый секретарь Қырғызской АССР деген, сол кісі жаны шыдамай ашып жіберді шекараны. Ашып, жаңағы мыңдаған бала шағасымен аштан өліп жатқан қазақтарды алып кеп, ауылдарына тұрғызып, тамақтарын беріп, қырғыздармен араласып кетсін, ешкім көріп қоймасын, танып кетпесін біреулер деп, орыстардан қорқып сөйткен. Сонда орыстар көріп, жаңағыны біліп қойып, шпион орыстар. Сонда жала жапқан ғой өстіп, Кремльге донос жасаған. Сол күннен где-то бір апта өткен жоқ, Жүсіп Абдрахмановты алып кетті ғой, репрессия неге. Сот болған жоқ, ештеңке болған жоқ. Алып кетті, Калыма жаққа ма, Магадан жаққа ма алып бара жатып, жолда атып өлтірді. Ұрып, қинап, атып өлтірді. Ал, зато ол қырғыз кісі қаншама адам қазақты құтқарды, тірі қалдырды. Соны білмейсіңдер. Сонда бір какой-то сасық ханның түк қазаққа пайдасы болмаған ханның. Сендер сол үшін, бір какой-то ханның үшін, сендер жаңағы мыңдаған қара қазақты қидыңдар ма? Көкбеттер, тарихты білмегендер, какой-то бір орыстың сочинять етіп, жазған историяларды учебниктен оқып, телевизордан тыңдап, соларға сеніп отырсыңдар сендер. Шындықты білмейсіңдер. Оттап комментарийде өздерінше менсінбейсіңдер басқа көрші халықтарды. Басқа халықты адам құрлы санамайсыңдар. Ресейдің жолын қуып батырсыңдар ма, империализм болып страдать етіп. Болыңдар ал.